Қазақстанда коронавируспен қатар пневмония және тұмау өршіп тұр. Ауруханаларда маман мен төсек орындары жетіспеуде. Жедел жәрдем шақырудың көптігінен сағаттап кешігіп жатыр. Енді міне бірнеше күннен бері дәрі тапшы. Негізінен парацетамол, аспирин, цитрамон секілді дене қызуын түсіруге арналған дәрілер тапшы. Аталған дәрілік заттарды үйлерінің маңындағы дәріханалардан таппаған тұрғындар ірі дәріханаларға келуге мәжбүр. Орталық дәріхана қызметкерлері тапшылық жоқ, дәрі саны жеткілікті екенін айтып, жұмыс қауырт болу себепті пікір білдіруден бас тартты. Ал дәріхана алдында ұзын сонар кезек, кейде кезек соңындағыларға сағаттап тұруға тура келеді. Адам қарасы көп, қанша тұратынын білмейміз ана. Бұл жаққа мен негізі аспирин мен жаңағы парацетамол деген дәріні іздеп келдім. Басқа аптекаларда жоқ, кешеде іздеген. Кешеде жоқ. Келсе мынандай очередті көріп шошып кеттім. Елдің бәрі үрей, ешкім автобусқа мінсем бір сидениядан бір сидения жабыстырып қойған отырмау дистанция. Не деймін, аман болайық, мына індеттен құтылайық. Дәрі тапшылығы үшін дәріханашыларды кінәлайтын тұрғындар да бар. Ал фармацевттер тапшылық сатып алушылардың күрт артуынан, фармкомпаниялардың тауарды уақытылы жеткізе алмай отырғаннан туды деген пікірде. Қазір парацетамол, аспирин, ингаверин қазір елге көп сұранысқа ие болып жатыр. Ешқандай аптекада жоқ, біздің дәріханалардың ешқайсысында жоқ. Біріншіден, екіншіден, дәрі тасымалдайтын фирмалар, жеткізушілер уақытында жеткізілмей жатыр. И адамдардан бізге көп жалып түсіп жатыр, что дұрыс дәрі келмей жатыр, уақытында жоқ, парацетамол вообще тапшы. Мен даже өзімнің үйіме парацетамол алып үлгермей қалдым десем де болады. Өйткені бәрі деген прям парацетамол мен аспирин. Аспиринді кеше әрең алдық. Қазір цитрамол мен парацетамол совсем жоқ. По городу жоқ. И ингаверин по городу жоқ. Сейчас в Казахстане сложилась такая обстановка, не хватает лекарств, парацетамола, основные такие, которые нужны, вот, как бы глушить этот вирус. Не то, что лечить его. Мы, многие казахстанцы, этому не верили. Думали, это все вот дезинформация была большая, очень много по фейсбукам. Оказывается, это неправда, надо верить. То, что говорит Минздрав, надо исполнять это все. И в результате получился такой всплеск, что это когда еще в Китае только началось, тогда надо было Казахстану уже быть готовым к этому. А мы были не готовы. И вот это, то, что карантин прошел 2 месяца, по сути, он сейчас только пришел. Самый настоящий. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям Алматы, Казахстану. Все берегите себя, старайтесь избегать общественных мест. Алматыдағы Чайковский көшесі бойындағы дәріхана қоймаларының алдында да жиналған адамның қарасы көп. Кезекте тұрғаныма 1 сағаттай болды. Бірақ кезек өте аз, өте төмен жылжиды. Осындай кезектер болмас үшін филиал болмаса бір столиктар, киоскалар, жылжымалы бір қызмет жасайтын орын дайындау керек еді ғой. Руководство неге соны ескермеген? Соны ескеру керек, әлде кеш емес, халық өте қиналып жатыр. Официальный органдар айтып жатыр ғой, дәрі тапшылығы жоқ деп. Стационарда мысалы үшін жеткілікті дейді. Бірақ стационардың барлығы 95%-ға дейін уже толып кеткен. Халық негізінде амбулаторный жағдайда. Нақты деректерді дәріханаларда кеңседе емес, халықтың арасына келіп, іс жүзінде не болып жатқанын көріп біліп, соған орай шешім қабылдаған дұрыс болады деп ойлаймын. Дәріханашылардың сөзінше, тұрғындар көп іздеп келіп жатқан парацетамол, аспирин секілді дәрілер таусылып қалған, алайда ұзамай әкелінеді. Аспирин, цитрамон бар ма? Цитрамондар бар, аспирин кеше болды, бүткетті, но келеді. Парацетамол? Парацетамол тоже болады. Кеше болды целый день, бүгін бүткетті. Бүгін келеді, но енді фирмаға байланысты доставкаға. Тұрғындар іздеген дәрі табылмай, кезекте сағаттап тұрған алтын уақыт бекерге зая кетіп жатқанына ренжулі. Көріп тұрсыздар, дәрі тапшы. Қазір парацетамол көп жерде жоқ. Қай аптека, мына жай аптекаларға барсаңыз, парацетамол бір элементарный, тұмаудың дәрілері жоқ. Осы мына склад деп келеміз, бұл жерде мін ұзағынан очередь, көздеріңіз көріп тұр, міне көріңіздер. Қазір бұл очередті біз жеткенше қанша уақыт тұрамыз мына жерде. Мен тамағыма ауырып кеп тұрмын. Тұрам мен қазір осы жерде пока очередтің жеткенше. Бұл еще бар машинде жоқ болды белгісіз. Қазір осынша очеред тұрып кіресің жоқ дейді. А былай кіргізбейді білуге. Енді жоғарыда отыр ғой ағаларымыз, өкіметіміз бар, солар кішкене
қимылдаса ертерек мұндайға ұрынбас па едік деген ой. Мәселе бойынша пікір алмақ болған қамшы тілшісі Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына, дәрілік қамтамасыз ету және материалдық техникалық жабдықтау бөліміне, сондай-ақ Алматының бас санитар дәрігерінің баспасөз қызметіне хабарласқанында тұтқаны ешкім көтермеді.